Таразда жаңа туған сәбиді сатпақ болған медицина қызметкерлері қылмыс үстінде ұсталды. Олар шақалақты 1,5 миллион теңгеге бағалаған. Тірі тауарды алушыларға жеткізіп беріпті. Прокурорлардың айтуынша 39 жастағы анасы баладан бас тартып, сәбиін саудаға салған. Істің мән-жайын Данияр Әлімқұл анықтап көрді. Балапаным, қошақаны, өпетай. Бұл саудаға салынған сәбидің нақ өзі. Бүгінде бөбектер үйінде. Ондағылар аты қойылмаған баланы осылай айналып толғанып жүр. Анасы қалалық көпбейінді аурухана акушерлеріне асырай алмайтынын айтып, өз қызын ақшаға айналдырып беруді өтінген. Прокуратура 135 бап, яғни кәмелетке толмаған баланы сату бойынша қылмыстық іс қозғады. Медицина қызметкерлері бала бола алмайтын әйелді алдын ала дайындап, пайда табу және өзінің ниетін жеткізу мақсатында босанғаннан кейін жаңа туған нәрестені 1,5 миллион теңге сатуды ұйымдастырған. Акушерлерге қатысты 9-дан 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру қарастырылған. Жаңа туған сәбиін сатпақ болған ана жалғызбасты екен. Ол перзентханада 4 қаңтар күні босанып, 6 күні үйіне шыққан. Ары қарай бейкүнә баланы сатудың қамымен жүріпті. Бірақ нақты қай күні сатылғаны белгісіз. Өйткені құзырлылар істі құпия қалдырды. Бірақ бөбекжай басшысы кеше түнде түскен нәрестенің туғанына 2 аптадан асқанын айтады. Шамамен 20 күндік балаға ұқсайды, салмағы 3 кило 420. Денесі таза, денсаулығы да таза. Бала өте байсалды, тыныш ұйықтап жатыр. Прокурорлар енді сәбиді сатқанда сатып алған адамды да жазасыз қалдырмаймыз деп отыр. Олардың ортасында делдал да болғаны анықталды. Айта кетейік, перзентханадағы акушердің бірі 30 жылдан, екіншісі 12 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Жалақылары өмір сүруге жеткілікті болған. Данияр Әлімқұл, Айбат, жаңалықтар қызметі.